Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге күнжіт қосылған ерекше дәмді бауырсақтың рецептісін ұсынамын. Инстаграмнан көрген болатынмын бұл рецепті. Жасап көрдім, ұнады. Енді сіздерге де ұсынамын. Жылы сүтімізге секерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұзымызды қосып, және ашытқымызды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы сәтте 1 жұмыртқа бөлме температурасындағы және майонезімізді қосып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып болсақ, ұнымызды аз-аздан сала отырып, венчикпен араластырамыз. Бастапқыда осы венчикпен илеймін, әрі қарай қолымызбен жақсылап илейтін боламыз. Бұл өте жұмсақ, қолға жабысатын рецепт, сондықтан қолыңызды майлап отырып, жақсылап қамыр илеп аласыз. Июін қандырып, көрсетілген мөлшерден 50 грамм ғана қосуға болады, одан артық қоспайсыздар. Себебі бауырсағыңыз піскеннен кейін қатты болып қалуы мүмкін. Осындай жұмсақтықта майлап, пищевой пленкамен жауып, көтерілгенше қойып қоясыз. Менде 1 сағат көлемінде тұрды, жылы жерде көрпеге орап тұрды. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Осындай 2 зуала шығады. Қамырымызды зуала қылып болғаннан кейін ыдысымызға сұйық майды аздап құйып аламыз. Және зуаламызды беткі бөлігін ғана майға батыратын боламыз. Содан кейін күнжітімізге басамыз. Мінекей. Сол кезде осындай болып шығады. Екінші зуаламызды да дәл осы реттілікті сақтай отырып жасап алатын боламыз. Мінекей. Енді осы зуаламыздың оқтауымызбен жаятын боламыз. Өте жұқа қылмаймыз. Орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Бір жасағаннан бұл рецепт маған өте қатты ұнады, сондықтан сіздермен бөлісіп жатырмын. Осындай дөңгелек пішін беру үшін үйдегі сок ішетін стаканымызды пайдаланамыз, немесе өзінің арнайы дөңгелек форма кесетінді алып кессеңіздер де болады. Кесіп болғаннан кейін бауырсақтарымыздың бетін жауып 20 минут қалдырамыз бөлме температурасында. Содан кейін барып, міне осындай болып шықты. Майымызды қыздырып, орташа отта 2 жағын бірдей қыздырамыз. Бұл жерде ескеретін жайт, майға түскеннен кейін бауырсақтарымыздың күнжіттері кішкене атқылай бастайды. Сол кезде байқасып болыңыздар. Бетінде бауырсақтың түгел дерлік күнжіті қалмаса да, бірақ күнжіт қосылған майға піскен бауырсақтың дәмі өзгеше болады. Сондықтан 1 рет болса да жасап көруге кеңес беремін. Бізге өте қатты ұнады, және келген қонақтарыңызды да осылай таңқалдырсаңыздар болады. Барлығын осы реттілікті сақтай отырып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Дәмі сондай өте нәзік, жұмсақ болып, үрленіп піседі. Айналасының барлығын осылай қызартып аламын, айналдыра отырып. Күнделікті бауырсақтан гөрі осылай күнжіт қосып, ерекшелендіріп жасап берсеңіздер, отбасы мүшелеріңіз таң қалып, сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалған бөліктерінде дәл осы реттілікті сақтай отырып пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіз күнжіт қосылған бауырсақты жасап көрер ме едіңіз?